Индира кисло сладкиймен не болды? Оның бәрін айту керек па? Мен ойладым, мүмкін Индира ғашық болған шығар деп. Ол маған қазір приоритетте емес. Адамды жолықтыру, сүю, ғашық болу. Екі жолдасыңызбен екеуіңіздің үйіңізге талас. Одан кейін президентке үндеу жасадыңыз. Не өтпепті, басына былай қарасам. Қазір енді экс-күйеуіңіз мазаламай ма? Ол кісіні білмеймін қайда екенін. Арман Дүйсенов пен сіздің жаңағы сол кісі туралы айтқан пікіріңіз. Сізді біраз қарғағандар да болды. Неше түрлі сөздер де айтылды. Қиын нәрселер көп, айтылмайтын нәрселер де бар. Уақыт өте келе бәрі де әр нәрсенің шындығы шығады. Өмір кино. Бірақ өкінішке орай сценарийді өзім жазамаймыз да. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымыз бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз әнші Индира Елемес. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлем. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Өздерің? Жақсы. Шүкір. Индира ханым, сіздің Instagram парақшаңызда қазір бір белсенділік байқалады. Бір жаңа леп сезілетін сияқты, бір өзгеріс бар сияқты. Солай ма? Енді күнде әр нәрсе өзгеріп жатыр ғой. Сондықтан да белсенді болуым себебі мен қазір бұрын өзім жұмыс жасасам, бұрынғы продюсермен кейін біраз уақыт жалғыз болдым ғой. Қазір таңда мен директорым бар, команда бар, Мерей деген қыз. Бұл қызбен өте бір керемет обстоятельства қалай еді қазақшасы? Жағдайда. Керемет бір жағдайда танысқан болатынбыз. Біз деген қайырымдылық жасадық ол қызбен бірге. Қарттар үйіне барып көрген боласыздар. Сондай бір жүрекке бір тиіп кететін нәрсе жағдайда таныстық. Ол қыз өте сондай жауапты болды. Жаңағы өзі жап-жас болса да, жүрегі сондай кең, жауапкершілігі мол. Жүрек жұмсақ, сондай күшті қыз енді. Маған өзіме қатты ұнап қалды. Одан кейін мен айттым, Мерей, бірге жұмыс жасайық деп мен ұсындым. Сонымен кішкене ойлана келе, бір-екі күнде жауабым айтты, жұмыс жасайық деп. Сонымен деген қазір белсенді болуым себебі сол кісі. Мен ойладым, мүмкін Индира ғашық болған шығар деп. Әлеуметтік желіде кисло сладкиймен түскен бір сырттан түсіріп алған видеоларың біраз шу болды. Енді қазір деген жұмыс белсенді болып жатыр, процесс барысында бір күшті көңіл күймен, күнде бір неше түрлі жаңалықтар, жаңағы брендтермен келісім шарт болып жатыр. Неге қуанбасқа, неге өмірге ғашық болмасқа? Бірақ жүрегімде ешкім жоқ. Кисло сладкиймен не болды? Өмірге жұмысыма ғашық болып жатырмын. Индира кисло сладкиймен не болды? Дархан, ол кісінің аты Дархан Жұмабек. Біз білесіздер, фит жаздық екеуміз бірге. Бұл деген енді білесіздер ғой. Фиттің алдындағы разогрев деп айтады ғой. Хайп дейді. Ол кісіні өнер иесі ретінде сыйлаймын. Болды, басқа ештеңе емес. Қазір байланыстасыздар. Шығармашылық байланыс па? Ол кісі енді өзінің жұмыстары бар, ол кісінің бағыты басқа. Рэп бағытында, менікі басқа. Енді бұл бір эксперимент болды. Мен ойымша сәтті шыққан сияқты. Ол жігітті де студиядан көріп қалдыңыз? Негізі әншілердің ортақ сол танысатын жер студия деп ойлаймын. Көбінесе студияда таныстық болады. Жақсы. Индира, бізде соңғы рет деген айдар бар. Өткен шығарылымда сізбен соңғы рет айдарын өкінішке қарай жасай алмаппыз. Бұл жолы соңғы рет айдарына кезек берейік. Сізге бірнеше сұрақтар қойылады. Сол сұраққа жылдам жауап беруге тырысуыңыз керек, бірақ шынайы. Ойланбай жауап беру керек па? Шынайы жауап беріңіз. Ойлану керек. Жауап берсеңіз болды. Ендеше бастайық. Индира соңғы рет қашан жылады? Кеше. Не үшін жыладыңыз? Оның бәрін айту керек па? Енді намаз оқып жатқан кезде жыладым. Ниетіңіз қабыл болсын. Индира Елемес қашан өтірік айтты? Білмеймін. Соңғы рет. Есімде жоқ. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Осыдан 3-4 күн бұрын шығар? 3-4 күн бұрын. Кімден? Оны айтпақ қойыңызшы, ұялдым бірақ. Жақсы.
Қашан өзіңізді соңғы рет шын бақытты сезіндіңіз? Күнде шын бақыттымын, шүкір. Соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? Жиі алданатын адамдардың қатарында мен негізінде. Так, айтайын ба? Қашан? Көп айтып отырмын. Мен көп алдап кетеді негізі адамдар. Ақшаға. Тізім жеңіл, иә. Ақшаға көп алдап кетеді. Қашан алдандым? Ақшамды ұрлап кеткен шығар. Иә. Соңғы уақытта сол болды ау деймін. Қанша? Көлігімде 4 миллион теңге. Не үшін еді ол? Ол деген менің өзімнің жаңағы үй алам деген ақшам өзім жинап жүргем. Көлікте болды, сол сәтте. Сонымен сол отырған адам ақырындап ұрлап кетті. Болды, оны мен кейіннен санаған кейін білдім. Бірден білген жоқпын. Отырған адам ол кім? Бір кісі. Демек, ол жерде ол 4 миллионнан да көп ақша болған. Болған, иә. Сон алып кеткен. Иә. Білінбей қалады деп ойлаған шығар бәлкім. Ондай нәрселер көп. Мысалы, көмектесем, қасына жүрем деп айтады да, до конца жүреді, одан кейін маған срочно ақша керек болып жатыр, полный сумма бере салшы қазір дейді. Осылай жүрген үшін деп. Жақсы деп бересің, болып жоқ болып кетеді ол адам. Звондайсың, болды, блоктасың. Ондай кездер өте көп. Қазір енді оның бәрі өткеннен кейін қазір деген адамдарға өте талапшылмын. Сене бермеймін көп адамдарға. Көп адамдарды жақындата бермейтін болдым қазір. Иә. Айтам, бір ұсыныс түсіп жатса, әлде даже үйіме қатысты бір ұсыныс түсіп жатса, айтам, мереге звондаңдаршы болды деген сияқты. Өйткені аузым өте көп рет күйді. Жақын адамдарынан да ол бәрі. Сондай келгеннен кейін. Жақсы енді. Енді арыз жазып, қайтарып алу деген нәрсе. Мен арыз жазғым келмейді ешкімге. Өзім сондаймын. Арыз жазып, білмеймін, өзім адамның санасы соған жетіп тұрғаннан кейін бәрі де өмір өзіне қайтып айналып келеді деп ойлаймын. Уақыт керек. Біз асыққанмен жоғарыда асықпайды ғой. Қашан соңғы рет ашуландыңыз? Күнде ашуланамын ғой. Мен де андай ғой, тез ашуланамын, тез жарайды деп ұмытып кете саламын. Қатты ашуланып, олай үйім сәт жергенде шығар. Бір қатты ашуландым, одан кейін болды, жіберіп жібердім. Ол жағдайда. Осымен соңғы рет Айдары аяқталды. Болды ма? Бірақ тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осы жерде міндетті түрде кездесу YouTube арнасына жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар, келесі шығарылымды өткізіп алмас үшін. Әңгіменің шеті шықты. Бастайын. Өткен шығарылымда қонақ болдыңыз ғой, сол кезде екі жолдасыңызбен болған оқиғаларды айттыңыз, басыңыздан қандай қиындықтар өтіп жатқанын. Үйге, енді екеуіңіздің үйіңізге талас тақырыбында болды. Одан кейін президентке үндеу жасадыңыз. Не өтпепті, басына былай қарасам. Қалай шешілді соның барлығы? Енді білесіздер ма, бұл кезең маған өте сондай қатты әсерін тигізді. Айтып жатырмын ғой, қазір деген адамдарға өте талапшылмын. Көп адамдарға сене бермеймін. Кімнің адам болмасын, әйтеуір бір адамның өміріне осындай бір қатты сынақ беріледі деп ойлаймын. Бірақ осындай сынақпен беріліп кеткеніне мен өте қуаныштымын, өкінбеймін еш нәрсеге. Себебі денсаулықпен, бала шаған ештеңкесімен алыватқан жоқ. Құдайға шүкір, мыңда бір шүкір. Бұл енді ақша қолдың кірі ғой. Келеді, қайтып кетіп қалады. Жоғарыдасың, төменге түсесің, қайтадан жоғары көтерілесің деген сияқты ғой. Өмір кино. Бірақ өкінішке орай сценарийді өзім жазамаймыз да. Сценарий жазғанда бәрі бақытты болатын бет деп ойлап қоямын өзімді. Талай адвокаттар, қасымдағы жандар, жаңағы арыз деп айтты ғой, арыз жазбаймын дедім ғой, осыған келейікші. Жазу керек деп айтты, себебі енді заңсыз ғой. Мен жазбаймын деп бас тарттым. Жазғым келген жоқ. Бәлкім, білмеймін енді, оны қалай түсіндіретінімді де білмеймін. Қатты жаңағы күйзелісте болдым, бірақ оның шешімі бар екенін мен сездім. Сонымен деген жаңағы заявление жазудан бас тарттым. Одан кейін Рамс корпорацияның басшысы Рамазан беймен мен жолығуға, кездесуге, сөйлесуге бел будым.
бардым алдына, Мгм. бәрін түсіндірдім, жағдайын бәрін. Қуанышқа орай ол кісі өте сондай адамгершілігі мол, мұсылман. Одан кейін көп жағдайды түсіне біледі. Мен бәрін асықпай түсіндіріп бердім. Бірнеше сағат сөйлестік. Сонымен дегенде бұл мәселені шештік. Маған да ол кісіге де ортақ бір жақсы жағынан. Сонымен деген бұл тақырып жабылды. Бұйырса мен өзім жаңа үйіме көшеміз бала шағамен. Иә. Сондай күшті чемоданный настроениемен жүрмін қазір. Индира ханым, сіз жаңағы мәселені Инстаграмға салдыңыз, үндеу жасадыңыз деген сияқты. Жалпы қорыққан жоқсыз ба? Көпшілік қалай қабылдайды? Сіздің шығармашылығыңызға әсер етті, иә? Мысалы, белгілі бір адамдар мүмкін сізбен араласпай кеткен шығар сол жағдайдан кейін. Иә, ондай болып тұрады ғой. Енді бәріміз де адамбыз ғой. Адам болған кейін адам түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жағдайды мен өзімнің тыңдармандарыммен, өзімнің қолдаушыларыммен бөліскенде тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Керісінше қаншама жаңағы советтер келді маған, дайректерге, қаншама қолдаулар келді деген сияқты. Сол. Осы оқиға қалай өзгертті сізді? Көп, қалай айтсам екен, көп жағынан өзгертті, шынымен де. Ең бірінші жаңағы адамдарды қандай екенін бірден сезіп қоятын болдым қазір. Кімнің ниеті дұрыс, кім мені алдап тұр деген сияқты. Қатты болуға үйретті-ау. Мен өте жұмсақпын ғой негізінде. Өте ақ көңілмін, сеніп қаламын көп нәрсеге. Көп адамдарға сенемін. Бірақ бұл да бір күшті сабақ болған сияқты. Енді деп өкініп отыра берсең нең қалады? Өмір өзі бір-ақ рет беріледі. Демек, бұл нәрсе басынан өту керек болды. Құдайға шүкір, бұл сынақтан сүрінбей әйтеуір өттім. Сынған жоқпын. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, өмір деген бір өзінің бір жанры болады, сценарий болады дегендей. Сіздің өміріңіз мысалы кино болса, қандай жанрда болады еді? Елестетсек, сіздің кино, өміріңіз. Сыртынан біз бақылаймыз, кәдімгідей кино сіздің өміріңіз. Осы нәрсені маған көп адамдар айтады. Индира, өзің туралы кино түсіргің келмей ма? Мә, сенде кәдімгідей драма ғой деп ше. Ол енді сыртқы көзқарас бойынша. Ал сіздің сіз енді басқа көрерменсіз ғой, соның ішінде жүрсіз. Сіз кейіпкерсіз. Сіз үшін қандай жанрда сіздің өміріңіз? Бәлкім сол киноның атын мықты әйел деп қоятын ба едім деп қоямын. Қазір енді экс-күйеуіңіз мазаламай ма? Жоқ, азамайды. Ол кісіні білмеймін қайда екенін. Енді сол жағдай жүріп жатқан уақытта жаңағы сотқа жүгініп, жығылғанға жұдырық болған бұл Арман Дүйсенов пен сіздің жаңағы сол кісі туралы айтқан пікіріңіз. Сонымен енді сізді біраз қарғағандар да болды. Неше түрлі сөздер де айтылды. Оны енді нүктесі қойылды деп ойлаймын. Бұл тақырыпқа қатысты мен ештеңке айтқым келмейді. Өйткені видеода бәрі көрініп тұр, айтылып тұр, ақталғым да келмейді. Әркімнің өзінің бір пікірі бар ғой. Ештеңке айтқым келмейді. Жалпы сол оқиғадан кейін теріс айналған адамдар болды ма? Қалай сонда теріс айналды деген? Жоқ, енді жаңа қабылдап айтып тұрмын, мысалы адамдар, сен қанша жерден дұрыс адам болсаң да, таза болсаң да, адам бәрібір, әр адам өзі бір шешім қабылдайды да, мысалы. Онда кішкене алыс жүрейін, мынандай бір конфликт болып жатыр екен, ертең маған да бір зиян тиіп кететін шығар деген сияқты ойда бір адамдар болуы мүмкін ғой, мысалы. Моя хата с краю деген сияқты кішкене алыстан араласайық дегенде енді сондай адамдар болды ма енді? Бұрын араласып жүрген жақсы. Кейін теріс айналып кеткен. Жоқ, ондай болған жоқ. Өйткені ол адамдардың бәрі біледі, мән-жайдың бәрін. Сондықтан да әркім көзі өзі ашық қой. Құлағымен естіп, көзімен көрген адамдардың бәрі ешқайсысы теріс айналмайды, өйткені бәрін мән-жайын бәрін біледі. Бұл тақырып маған аса қатты үлкен тақырып емес, себебі мен білем қалай бәрі болғанын. Сондықтан да арым таза, мен несін ойбай деп ақтала берем.
дәл осы оқиғалар, иә, экс күйеуіңізбен айтқан пікіріңіз туралы дүниелерді анаңыз қалай қабылдады? Анам біріншіден өзі біледі. Айтып жатырмын ғой, мен қасындағы жанындағы адамдардың бәрі мән жайды жақсы біледі. Сондықтан да әрине реніші болды. Неге өйтіп жазады екен, неге бұндай деген сияқты. Енді аналар білесіз ғой. Бірақ уақыт емші дейді ғой. Уақыт ұмыттырады. Ол кездегі нәрселерді есіме түсіргім келмейді. Өйткені ең бірінші анама ауыр тиді. Өйткені енді несправедливо айтылып жатқан дүниелер болды, қаншама нәрселер болды. Видеоны көре тұра, ести тұра, мысалы, сонда да жоқ, сен айттың ғой, сен бүйттің ғой деген нәрселер әрине адамды таң қалдырады. Бірақ дегенмен ұмытылады оның бәрі. Сол оқиғадан кейін журналистерге де сенуді де қойған шығарсыз бәлкім. Иә. Иә. Қазір сіз ол оқиғаны түсіндіріп, айтып жатырсыз, иә? Бірақ толық бір нақты айтпағаннан кейін, мысалы, көрерменнің де көзқарасы өзгермеуі мүмкін ғой. Енді өздері біледі ғой, әркім. Толық айтқанмен ол жақ өте қиын нәрселер көп, айтылмайтын нәрселер де бар. Сондықтан да айтып жатырмын ғой, мен өзімнің арым таза, өзім білем не істегенімді, өзім білем қандай жақсылықтар жасағанымды. Сондықтан да мен ештеңке демеймін. Айтып жатырмын ғой, уақыт өте келе бәрі де әр нәрсенің шындығы шығады. Кішкене бір позитив жағына қарай көшейік. Көктем қазір жаңа ғашық болғым келіп жүр деп қалдыңыз. Енді сұрайықшы, сізге қиын емес па ғашық болу? Енді андай влюбчивость дейді, оны бір көресің ғашық боласың мысалы, бірақ адамды сүю. Мен үшін өте қиын ол. Адамды сүю. Көзбен ұнату бәлкім болады шығар. Көз болған кейін ұнатасың ғой. Бірақ сену, сүю өте күрделі нәрсе мен үшін. Өз адам әлі келген жоқ, жолыққан жоқ. Бәлкім жолып қалар алдағы уақытта. Көре жатармыз. Ол маған қазір приоритетте емес. Адамды жолықтыру, сүю, ғашық болу. Менде қазір өзім жұмысым, балдарым, үй, осы нәрсемен мен шабыттанып, жаңа дүниелер шығарып, солай жұмысым белсенді жүріп жатыр. Бәлкім мен ғашық болып қалсам, бұның бәрі тоқтап қалатын бет деп қоямын. Қоя тұршы деші. Қазір сізге не маңызды? Мен үшін балдарым маңызды. Ең маңыздысы мен балдарым, өзім отбасым, қатты жақсы көремін. Одан кейін қалғаны бола жатады бәрі. Табыс көзі қазір қайдан? Ол құпия. Енді босқа жүрмейсің ғой. Өзім бизнесім бар, кішігірім. Рекламалар бар, концерттер бар, шығып жатырмын. Жаңағы оқиғалардан кейін біз Наргиз екеуміз ойладық, енді жаңа ән ай шығуы екіталай шығар деп. Шабыты мысалы шайқалып, сағысынып қалған шығар деп ойладық Индира сізді. Енді ондай да болды, бірақ тез жинақталып алдым. Уақыт өтіп жатыр, ол уақытты мұңаюмен өткізсең көп нәрседен қалып кететін сияқтысың. Сондықтан да мен деген мұңаюға, жатып қалуға құқығым жоқ. Өйткені мен жауапкершілігім бар балаларыма деген. Сондықтан да депрессиям ұзақ уақыт болған жоқ. Тез жинақталып алдым. Ең басты қуанатыным сынып кеткен жоқпын. Енді көп оқиғаларды естисің ғой. Сынып кеткен жоқпын. Аяғыма тұрып, қайтадан бастадым бәрін. Әрине жеңіл деп айта алмаймын. Шүкір, болады. Ауыртпашылығы да бар, жеңілі де бар. Соның бір нейтральный жағын ұстап келе жатырмыз ақырында басып. Бір емес, тағы да әндер шығайын деп жатыр жақын арада. Енді Индира ханым, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сынып кеткен жоқпын, басы аяққа қайта тұрдым деп. Негізі адам, енді психологтардың негізі айту бойынша, адам өзінде бір іс-әрекеттерді өзінің бойында болған, иә? Сол нәрсені енді мүлдем өзінің бойынан алып тастайды екен, өйткені бұрынғы Индираның бойында болған. Қазір сол қасиет дейміз ба, мінез дейміз ба, қазір сізде соның қайсысы жоқ?
енді ешқашан мен осындай қорқақ болмаймын, болмаса жаңағыдай енді ешқашан өзіме біреуді басыма шығармаймын деген сияқты сондай бір өзгерістер бар ма ойыңызда? Қандай сабақ алдыңыз сол оқиғадан? Көп сабақ, көп өзгерістер бар негізінде бойымда. Айта берсем, айта бересің ғой, бірақ ең бастысы адамдарды жаңағы адамдарға көп сенбеуді үйрендім. Мен деген мысалы қанша адамдар жатыр, Индира ханым мен деген нансыз отырмын, өтініш, ақша жіберші деп жібере саламын, мен оны сұрамаймын, ол қан суреттерін жіберші деп айтады біреулер. Ондай сөйтсем ондай алаяқтар көп екен ғой, ондай бір-бірінен жаңағы айтады да, номер береді да, иә. Суретінде сұрамай бұрын сөйтпей жүре беретін, жақсы номеріңізді айтыңыз, каспиңізді айтыңыз деп. Қазір ондай жоқ. Қазір деген білмеймін, көп нәрсені көп ойланатын болғам қазіргі таңда. Айта берсем көп білмеймін. Бірақ енді андай сөз бар ғой, адамның аласы ішінде, малдың аласы сыртында дейді. Қанша 100% сен ол адамға сеніп тұрсаң да, бірақ білмейсің. Өйткені бүгін саған сен мен үшін әлемсің деп әңгіме айтып тұрған адам ертең өзгеріп кетуі мүмкін. Әрине. Ешкімге сенім жоқ. Иә. Ол 100% ғой. Мен басымнан өтіп жатыр ғой енді. Әлемсің деді да жерге тасып кетті. Қазір енді тұрмысқа шыққысы келетін қыздарға қандай кеңес бересіз? Қазіргі таңда мен бір сәл уақыт өткен кейін осы сұраққа жауап берсем бола ма? Әлде де кездесеміз ғой. Осы сұраққа ораламыз сол уақытта. Қазір емес. Бірақ сіздің арманыңыздағы ер азаматты айтып көрейікші шамамен. Қандай болу керек ол? Енді сіз жалғыз жүре бермейсіз ғой осылай. Балалар өсиет ертең. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, уақыт өтіп жатыр деп. Уақыт өтіп жатыр, иә. Тез-тез шешім қабылдау керек. Хотя визуализация болу керек та адамда. Шамамен осындай болса менің ер азаматым деп. Ол мен өзім жүрегімде, ойымда. Сондықтан да мынандай деп айтпай қойыншы. Өз кездеседі. Кездескен уақытта айтамын қасиеттерін, бәрін. Көрсетесіз ба кейін, мысалы тұрмысқа шығып жатсаңыз? Иә, бұйырса міндетті түрде көрсетемін. Бұрын Индира ашық сұхбат беріп, ашылып айтатын еді көп нәрсені. Қазір Индира жауаптан қашатын сияқты сұрақтарға. Жандәурен, қай сұрағынан қаштың? Жоқ, мен де байқап отырмын, иә. Кімде кім, бірақ мен сенен ешқандай жауабынан қашпаймын. Шынымен де келмейтіндей едім негізінде сұхбатқа. Мен мүлде сұхбаттардан бас тартқам. Бірақ қойшы, өзім Жандәурен звондап жатыр ғой дедім да. Келемін деп шешім қабылдап өзім сырласқым келді өздерімен. Наргиз, иә, сендерді қанша жылдан бері танимын ғой. Қаннан бастап таниды екенмін сендерді. Сондықтан да, иә, маған бөтен емессіңдер. Өздеріңнің орындарың бөлек, мен үшін жақсы көремін. Сондықтан да келдім, сырласайықшы деп. Индира, көп рахмет келгеніңе. Творчестводан бастадық қой. Қазір Индира елемес бақытты ма? Айтып жатырмын ғой, шүкір. Жұмыс белсенді жүріп жатыр, процесс барысы күшті болып жатыр, өзіме қатты ұнап жатыр, сондықтан да бақыттымын. Қай өнер жұлдызымен дуэт жазу қиын болды сізге? Қазір есіме түсірейінші. Кім бар еді? Кімдер болмады десеңші. Кім бар еді? Ең оңайы маған Мұстафа Жижелмен жазған болды. Вот ең оңай сол, білмеймін. Данбаланшы. Оп-оңай. Данбаланмен қараңыздар, ол уақытта мен деген енді өнерге қадам бастым, бір 2 жыл болған уақыт қой. Өзім босанғанмын жаңадан. Баламен барып тұрмын, Молдоваға барып тұрмын ғой еще. Иә, мен бардым, білесің ба, бардым, здравствуйте деп айттым, и аяғым дірілдейді. Тізем дірілдейді. Мен ол специально істеп тұрған жоқ, дірілдейді. Тоқтат алмаймын, оны не істеймін, шынжимын өзімше. Қойсай деп. Сейчас дедім, жаққа барып шығып, өз-өзімді қой, болды адам деп сонымен бір 5-10 минут өз-өзіме келіп, одан кейін келіп, ол кісі түсінді өтем. Индирочка, если тебе неудобно, ана жаққа барып, сразу әнге көшсек болады деді. Иә дедім. Сонымен әнге көшіп, солай болды. Ол кісімен қатты қиын болды деп айта алмаймын, өйткені көптеген енді ол кісінің опыты үлкен ғой, көптеген мотивация берді, көріп тұр мен енді дірілдеп тұрғанымды. Сондықтан да ол кісі өзі жазды аранжировкасын, дауысымды сол кісі. Ойбай, менде арман жоқ екен ғой. Данбала менің даусымды өзі басалып қалды. Мұстафа Сандалмен өте сондай белсенді, керемет, жеңіл болды. Есіме түсті мен. Өзбекстанда Шахрухан
сол кісімен кішкене қиындау болды. Неге? Мінез сәл ауырлау екен. Енді өнерге қадам басып келе жатқан жастарға, мысалы қыздарға, жігіттерге не айтасыз? Неден бастаған жөн? Енді неден бастамаса да бақ шаба ма, бап шаба ма дейді ғой, иә. Маңдайында сол бір бақ берілсе, ол адам қалай ма, қаламай ма, ол келеді өз өміріне, өз тағдырына. Және де 1% жаңағы талант 99% еңбек дейді ғой. Еңбексіз ештеңеге жете алмайсың деп ойлаймын. Индираның осы өнерде жүргенінде бағы шапты ма, әлде бабы шапты ма? Бәрі шапты ғой. Мен өнерге келе салсын, мен мысалы аэропорт әуежайында 4-5 жерде тұрдым, суреттерім тұрды деген сияқты. Ол кезде ойымда ештеңе жоқ, деп жүре бересің ғой. Сол кезде айтамын да, қаншама жандардан жаңағы неше түрлі хаттар келді ғой. Біреулер күлді, біреулер қолдады деген сияқты. Осы өнерде жүрген адамдар ғой. Бірақ менің андай бір жақсы қасиетім бар да, тез ұмытып кетсем. Қанша адамдар жаман айтып тұрады, бетінен андайсың деген сияқты. Деймін да, рахмет деймін да, өтіп кетем, болды. Келесі жолы өзім амансам, ол кісілер өзі ұялып қалады, біреулер керісінше амандаспай кетеді деген сияқты нәрселер көп болды негізінде. Бірақ білмеймін, тез ұмытып кетеді екен мен. Индира, өнерде жүргенің неше жыл болды биыл? Қателеспесем 10 жыл болды. 10 жыл, иә. Сол 10 жыл бұрынғы кезді сағынасың ба кейде? Иә, әрине, күшті кез ғой оның бәрі. Бәрі бірінші рет, бәрі мынандай күшті бір бақыттан басың айналып жүрген кездер ғой. Иә. Кейін 10 жылдан кейін де дәл осы сәтті мүмкін күліп еске алатын шығарсың. Иә, міндетті түрде. Ендеше сәттілік, Индира. Жақсы әндер күтеміз сенен. Әумин, сендерге де Рахмет сәттілік. келгеніңізге. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған әнші Индира Елемес. Кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Все? Все нормально?